сабағымызды бастамас бұрын алдымен сендерді топтарға бөліп алайық. Ал балалар, енді назарларыңызды экранға салыңыздар. Суреттен қандай ой түюге болады? Бүгінгі сабақтың тақырыбы не туралы болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Спорт туралы. Я, балалар, дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спорттың адам өміріне пайдасы, мәтіндегі сөйлемдердің орын тәртібі. Ал балалар, жаңа сіздер өздеріңіз отан, туысқандық және достық деген 3 топқа бөлдіңіздер. Енді осы топтардың ережелерімен таныс болыңыздар. Бірінші, өзгенің пікірін тыңдау, көз қарасын сыйлау. Екінші, кезекпен сөйлеу. Үшінші, идеяларды айту, өз пікірін қорғай білу. Және төртінші, уақытты үнемдеу. Ал бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болыңыздар, балалар. Спорттың адам өміріне пайдасының зор екенін және салауатты өмір салтын қалыптастыруды үйрету, мәтіндегі сөйлемдердің орын тәртібін меңгерту. Бағалау критерийлері: тақырыпты меңгере отырып ақпараттарды анықтай алады, өз ойларын еркін жеткізуге тырысады, мәтіндегі сөйлемдердің орын тәртібін түсінеді. Ал балалар, енді сұрақтарға жауап беріп, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Бірінші сұрақ: спорт көңіл күйді көтеріп, өз-өзіңді көңілді сезінуге көмектеседі деген пікірмен келісесіздер ме? Кім айтады? Ал Саян айта ғой. Я, келісеміз, өйткені адам азанда жаттығумен айналысса, кешке өзін жақсы сезінеді. Спорттың адам ағзасына тигізетін пайдасы туралы бейне жазбаға назар аударыңыздар. Спортпен айналысудың артықшылықтары: тұрақты физикалық жаттығулар көңіл күйді көтереді және стресспен күреседі, ақтауға көмектеседі. Физикалық белсенділік метаболизмді арттырып, қосымша калорийді азайтуға ықпалын тигізеді. Спортпен шұғылдану иммунитетті және төзімділікті арттырады, тез ұйықтауға көмегін тигізеді. Спорттық іс-шаралар денеден көп күш алады, сондықтан ұйқы ұзақ және тыныш болады. Дене шынықтыру кезінде өкпеде өзгерістер пайда болады. Өкпенің дұрыс жұмыс істеуіне байланысты бронхит, пневмония аурулары жасайды. Нәтижесінде оттегі қанға барып, ары қарай миға жеткізіледі. Жүзу: малту барда иық және жамбас буындары күшейеді. 10 минут ішінде 60 калорий жанып кетеді. Өйткені жүзу кезінде көп күш жұмсалады. Аэробика: оның ішінде жүгіру, би және гимнастика кіреді. Аэробика жүрек тамыр ауруының болу мүмкіндігін төмендетеді. Спорт адамның денсаулығын қалыпқа келтіретін құрал. Оның қандай түрін таңдасаңыз да, ең Ал енді балалар, түртіп алу әдісі бойынша тыңдалымнан кейінгі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма: бейне жазба мазмұнын фила кестесі бойынша толтырасыздар. Фила сөзіндегі факт, бейне жазбада айтылған фактілерді, мәтіндегі негізгі ақпараттарды теріп жазасыздар. Эгес: бейне жазбада көрсетілген спорттың адам өміріне пайдасы туралы түрлерін ажыратасыздар. Learning Assess: мәтін бойынша сұрақтар құрастырасыздар. Action Plan: салауатты өмір салтын ұстанып, түрлі аурудың алдын алуға болатын теріп жазасыздар. Яғни алдарыңызда тұрған плакаттарға, постерлерге осы бейне жазбаның мағынасын фила әдісі бойынша жазып шығасыздар. Ал бастаңыздар. Балалар, екінші тапсырманың дескрипторымен таныс болыңыздар. Бейне жазбаны мұқият тыңдайсыздар. Бейне жазбада айтылған фактілерді теріп жазасыздар. Бейне жазбада көрсетілген спорттың адам өміріне пайдасы туралы түрлерін ажыратасыздар. Бейне жазба бойынша сұрақтар әзірлейсіздер. Салауатты өмір салтын ұстанып, түрлі аурудың алдын алу болатын теріп жазасыздар. Екінші тапсырмаға отан және туысқандық топтары сіздер алдыңыздар. Туысқандық топтар сіздер дайынсыздар ма? Жоқ. Келесі отан тобы дайынсыздар ма? Жақсы, шығыңыздар ортаға. Игілік және Алдияр, Орманов Алдияр. Ал балалар, бейне жазбада айтылған фактілерді теріп жазыңыздар. Жаздыңыздар ма? Я жаздық. Спорттың адам өміріне пайдасы және денсаулығының кепілі. Жақсы. Бейне жазбада көрсетілген спорттың адамға тигізетін пайдасы туралы түрлерін ажыратыңыздар. Жүрек және өкпеге көмектеседі. Спортта әр бұлшық етімен жұмыс жасайтын болады. Өте дұрыс. Learning Assess: мәтін бойынша сұрақтар құрастырдыңыздар ма? Спорттың қандай түрлері адамға қалай көмектеседі? Өте дұрыс.
салауатты өмір салтын ұстанып аурудың алдын алуға болатын теріп жазыңыздар, ол экшн план. Спорттың арқасында жүрек және пневмония аурулары туралы тіпті ұмытуға болады. Өте дұрыс. Жақсы, отырыңыздар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына оралсақ, бейнетақтаға назар аударыңыздар. Ұлы ойшыл Сократқа кезінде мынадай сұрақ қойыпты: адамға өмірде не қымбатырақ, байлық па әлде атақ па депті. Сонда Сократ: байлық та, атақ та, даңқ та адамды шын бақытты ете алмайды. Ауру патшадан дені сау, кедей бақыттырақ деп жауап беріпті. Яғни, адам бақытты болу үшін оған денсаулық керек, ал денсаулықтың кепілі салауаттылық. Сондықтан зиянды әдеттерден аулақ болып, салауатты өмір сүрейік. Ал балалар, енді жазылым 3-ші тапсырмаға көшейік. Жоғарыда алған ақпараттарға сүйеніп, сіздер қазір әрқайсыларыңыз тапсырма орындайсыздар. Бір топ спорт жайлы кластер орындаса, екінші топ Вен диаграммасын жасайды. Үшіншісі спорт сөзіне 5 жолды өлең жазады. Қазір келіп, әр топтан, яғни достық, туысқандық және отан тобынан бір-бір мүшелері келіп, осы тапсырмаларды алыңыздар. Саян тобы, Саян келеді, Қашыға және Алпияр. Енді Саян, сізге қандай тапсырма түсті? Сіздерге классер, бұларға классер тапсырмасы спорт жайлы. Қашқа сізге қандай тапсырма түсті? 5 жолды өлең. 5 жолды өлең. Және сіздерге Алдияр қандай тапсырма? Ал енді балалар, 4-ші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Денсаулық сөзінің орыс және ағылшын тілдеріндегі аудармаларын айтып, әрбір әрпін салауатты өмір салтын ашатын, сипаттайтын сөздермен, сөз тіркестермен, сөйлемдермен өрнектеңіздер. Ал 4-ші тапсырмаға қай топ дайын? Балалар, дайынсыздар ма негізі? Жалпы. Жақсы. Кім шығады? Отан топ дайын екен. Кім шығады? Медина шығады. Денсаулық сөзінің ағылшын және орыс тіліндегі аудармасын айта қойыңыз. Денсаулық қазақша, орысша. Даусыңызды шығарып, қайтадан қайталаңыз. Қазақша денсаулық, орысша здоровье, ағылшынша шығыс. Жақсы. Енді денсаулықтың әр әрпіне қатысты сөздер мен сөз тіркестерді айтып шығыңыз. Ал бастаңыз. Д дене, ем, нашақор болмау, салауатты өмір, адам байлығы, уайымсыз өмір. Жақсы. Ластықтан аулақ болу. Жақсы. Ырайы берекелі, қан айналымының жақсы болуы. Жақсы, отыра қойыңыз. Ал енді достық, туысқандық топтары сіздер дайынсыздар ма? Кім шығады? Туысқандық тобы шығыңыз. Жақын. Денсаулық сөзінің аудармаларын айтыңыз. Здоровье, денсаулық, еңбекқорлық, нығықталу, спорт алдына алу, уақытталы тамақтану, лайықты демалыс, ынта қозғалыс. Жақсы, отырыңыз. Достық тобы дайынсыздар ма? Ал кім шығады? Арман, тез шығыңыз. Ал аудармаларын айта қойыңыз. Орысша және ағылшынша, егер жасасаңыз. Денсаулық, здоровье, health, Д дәрігер, еңбекқорлық, Н нақтылық, С спорт, А аурудың алдын алу, У улану, Л локдаун, А ыдырау, К қарым-қатынас. Жақсы. Ал енді балалар, жаңа біздің бүгінгі сабағымыздың бірінші тарауын қорытындылау үшін қазір сіздер Квизис.com платформасы арқылы тестке жауап бересіздер. Яғни денсаулыққа қатысты 10 сұрақ болады, соған жауап бересіздер. Нұрислам, Ерасыл, Абдолла кірді, Қаршыға кірді. Кіреміз балалар.
бірлік, екінші орында Алдияр Орманов және үшінші орында Ернар. Құтты болсын, дұрыс. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыздың екінші бөліміне көшейік. Сөздердің орын тәртібі. Сөйлем мүшелерінің сөйлемде орналасу реті. Қазақ тіліндегі сөздердің орын тәртібі типологиялық тұрғыда оның жалғамалы құрылымды көрсеткіштерінің бірі. Сөздердің орын тәртібінің сөйлемнің жасалуында зор мәні бар. Оның тұрақты және жылжымалы типтері бар. Мысалы, орын тәртібі тұрақты болатындарға жалғаусыз қабыса байланысатын сөйлем мүшелерін, орын тәртібі жылжымалы болатындарға жалғаулар арқылы қиыса меңгеріле байланысатын сөйлем мүшелерін жатқызуға болады. Сөздердің орын тәртібі синтаксистік байланыстардың басты түрлерінің бірі ретінде сөйлемдегі сөздердің қызметін анықтауға мүмкіндік береді. Жалпы ереже бойынша баяндауыш сөйлемнің соңында бастауыш одан бұрын анықтайтын сөзінен толықтауыш пен пысықтауыш өздері қатысты сөздерден бұрын тұрады. Енді осы ережеге байланысты балалар енді грамматикалық тақырыпты мәтіндегі сөйлемде орын тәртібін қалай түсінгендеріңізді анықтау үшін 5-ші айтылып, яғни ауызша тұрғыда орындайық. Сөйлемдердің орын тәртібі бойынша орналастырыңыздар. Бірінші, өңіріңде Семей Абай келген дүниеге. Қалай болады? Абай Семей өңірінде дүниеге келген. Дұрыс. Абай Семей өңірінде дүниеге келген. Даусымызды шығарып айтайық, қаттырақ. Екінші сөйлем. Әндерін Абай орындайды, әжем. Абай әндерін орындайды. Әжем. Абай әндерін әжем орындайды. Немесе солай, я. Абай әндерін әжем орындайды. Келесі, үшінші. Ахмет Риза оқыған медресесінде Абай. Абай Ахмет Риза медресесінде оқыған. Өте дұрыс. Дейді білімді дана халық адамдарды. Дана халық адамдар білімді дейді. Дана халық адамдарды білімді дейді. Келесі, мақтанышы қазақтың бүкіл Абай атамыз. Абай атамыз қазақтың бүкіл қазақтың мақтанышы Абай атамыз. Дұрыс айтасыз. Абай атамыз бүкіл қазақтың мақтанышы. Жақсы, балалар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Қазір сіздер 3Q әдісі арқылы стикерлерге, балалар, түрлі түсті стикерлерге бүгінгі сабақтың қиын, қызық және құнды тұстарын жазып, осы жаңағы мынау сызбаға жапсырасыздар. Балалар, сабақтың басында сіздерге бағалау парағы берілді. Енді әр тапсырмадан кейін сіздер бір-бірлеріңізді бағаладыңыздар. Сол бағалаудың қорытындысын айтып шықсаңыздар. Отан тобы сіздер туысқандықты бағаладыңыздар. Қандай? Туысқандық тобына біз 75 балл бердік, өйткені оларда бір тапсырма орындалмады. Жақсы, келесі. Туысқандық тобы сіздер достық тобын қалай бағаладыңыздар? Қандай қой? 83 бердіңіздер. Келесі достық тобы, отан тобын қалай бағаладыңыздар? Неше? 90 балл. 90 балл. Неліктен? Өйткені олар? Жақсы орындады. Барлық тапсырма жақсы орындады. Жақсы. Енді балалар, бүгін 70 баллдан 80 балға дейін бағаланған балалар, сіздер 4 деген баға алдыңыздар, ал 90 деген балл алған балалар, міне отан тобы, сіздер бүгін 5 алдыңыздар. 90 балл ол 5 деген сөз. Сондықтан бір-бірлерін шапалақтап қойыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне келіп жетті. Аман сау болыңыздар.